жетілдірген? Ақпаратпен жетілдіру керек өйткені Айырмашылықпен қалай жұмыс жасайсыз? мұғалім білім саласында жүрген азаматтар ізденісте болу керек. Баяғыда студент кезімізде бір қызық оқиға болған, енді барлығына талап бірдей, өте қызықты сұрақ. Өздеріңізді лайда комедия десем де болады, және мелодрама десем де лайқайға болады. Автоматты алған жермен өткіз, оны қайтесің деп. Сол бір подкасттарыңыз бұдан кейін көп просмотр жинап. Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін бізде саналы сөз подкасты. Біздің подкастымыздың екінші қонағы Қызылорда облыстық оқу орталығының әдіскері Ұлан Танманбет Жетібайұлы. Қош келдіңіз ағай. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Ашық әрі шынайы әңгіме сізден күтеміз. Еркін форматта өзіңізді еркін сезініп отырыңыз. Сәттілік ағай. Енді ең бірінші сұрақтан бастасам, бұл салаға қалай келдіңіз? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы 2011 жылы осы кәсіптік білім саласына келдім. Содан бері осы Қызылорда облыстық оқу орталығы әдістемелік кабинетте осы әдіскер болып қызмет атқарып келе жатырмын. Жалпы айтатын болсам, мен өзі әкем де, шешем де, бауырларым да бәрі осы педагогтар отбасынан шыққанбыз. Менен үлкен әпкем Ақтөбе қаласында тоже колледж жұмыс жасайды. Одан кейін өзім, одан кейін інім де осы білім басқармасында спорт саласында жұмыс жасайды. Одан кейін енді інілерім, қарындастарым олар медицина саласында. Сондықтан біз өзіміз әулетімізбен көбінесе педагогтар династиясынан шыққаннан кейін осы жолды білім саласын таңдадық. Сондықтан сол кісілердің нұсқауымен осы білім саласына келіп, қазіргі таңда осы жерде қызмет атқарып жатырмыз. Рахмет. Енді бізде екінші сұрақ. Бір күніңіз әдетте қалай өтеді? Енді әдетте таңнан бастасақ, ең бірінші әр адамның өзінің отбасы бар. Сондықтан отбасында бала шағасы болады. Бала шағасы таңнан бастап сол мектепке, балабақшаға апарып тастаймыз. Ары қарай жұмысқа бастаймыз. Жұмысқа барғаннан бастап өздеріңіз білесіздер, мұғалім, енді оның үстіне біз оқу орталығы әдістемелік кабинет болғаннан кейін таңнан кешке шейін мұғалімдермен, колледждің басшыларымен, және колледж әріптестерімен, әдіскерлерімен таңнан кешке шейін сол қағаз, яғни құжатпен және әдістемелік көмекті беру арқылы жұмыстар жүргізетін боламыз. Сонымен таңнан кешке дейін сол кабинетте, немесе колледждерде аралау, бұндай жұмыстар жүргіземіз. Әр колледждің деңгейі әртүрлі болып жатады ағай. Осы айырмашылықпен қалай жұмыс жасайсыз? Бізде жалпы облыста білім басқармасына қарасты 28 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы бар. Оның 17-сі мемлекеттік колледжі, қалған колледждердің бәрі жекеменшік колледждер. Енді былай қарағанда 4 медициналық бағытта колледж бар. Білім беру бағыты бойынша Қызылорда Мәншүк Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледж бар, сосын Орда жоғары колледжі, Болашақ колледжі, Ақмешіт колледжі білім бағыты бойынша дайындайды, сонымен бірге көп салалы мамандар даярлайды. Енді бізге бұрынғы кәсіптік училищелер бар, 11. Олардың бұрынғы қазіргі барлығы колледж болып кетті. Сондықтан енді бұл жерде мен айырмашылық бұл жерде жоқ деп ойлаймын, өйткені барлық колледждің қойылатын талап бірдей. Өйткені барлығы қазір колледж статусында болғандықтан, сондықтан барлығына талап бірдей, және де бұл жерде колледждердің барлығында ұстаздар, өйткені ұстаздар сабақ береді, өйткені ол жерде әр ұстаз, қазір білесіздер, санатқа өтеді, яғни ол жерлерде шебер санатындағы зерттеуші, сарапшы, модератор. Сондықтан мен ойлаймын, біз жұмыс жасаған кезде оның тек бағыттарына ғана бөлеміз. Мысалы, медициналық бағыт болса, солармен бөлек жұмыс жасаймыз. Техникалық бағыт болатын болса, бөлек мамандар жұмыс жасаймыз. Ал білім саласы бағыттары бойынша бөлек тапсырмалар беріп жұмыс жүргізіп отырамыз. Келесі сұрағымыз ағай, колледждердің жұмысын жақсарту үшін ең тиімді құрал? Ең бірінші тиімді құрал өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Жалпы қазіргі таңда ақпарат дамыған заманда ең тиімді құрал, ең бірінші колледждерге заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету. Яғни өйткені қазір біздің алып жатқан білімімізбен өзгеріске бірге жүруіміз керекпіз. Сондықтан ең бірінші колледждердің барлығында заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету керек. Екінші жағынан оқу мен тәрбиеге
осы басымдық көп берілу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда білесіздер, мына ақпараттың дамыған заманында біздің балдарымыздың өзінде көптеген нәрсеге ұрынып жататын. Сондықтан осылардың алдын алу мақсатында тәрбие бағыттары бойынша үлкен жұмыстар атқарылу керек. Сосын шетелдік әріптестермен көп байланыс орнату керек деп есептеймін. Өйткені білесіздер, қазір енді біз мына WorldSkills деген бар. Бүкіл біздің жасап отқан жұмыс әлемдік халықаралық стандарт бойынша бала дайындап отқаннан кейін сол шетелдердің іс тәжірибесін біздің колледждерімізге енгізу керек. Сондықтан енді осы уақытта колледждердің барлық колледж жұмыс жасаса, мен айтамын, үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Жетістіктерге жетіп, заманауи болу керек дейсіз, оқу мен тәрбие бірге. Жұмысты айтып жатырмық қой ағай, көбіне енді сіздің жеке өміріңіз болады. Сол жеке өміріңізде бір есте қалған естеліктеріңізбен, жағдайларыңызбен бір бөліссеңіз. Иә, баяғыда студент кезімізде бір қызық оқиға болған. енді қазір енді бәріміз естідік қой. Бұл кезде Алматы қаласында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқып жүрген кезімізде, мынау ол кезде бізде телефон деген болған жоқ. Сол мынандай ол кезде будка деген болатын. Сол будкаға барып сөйлесеміз, бүкіл жан жақтан келген студенттер. Сол бір группаласымыз үйіне хабарласып жатыр. Сонда бұл кезде сабақтарды ерте жапқан кезде бір емтихан тапсырмайсың да, автомат алдым деп айтамыз. Содан жаңа әжесіне звондап жатыр үйіне, жаңа жолдас боламыз. Содан әже, мен сабақтан автомат алдым, үйге қайтам деп жатса, әжесі араны лайқай қылып жатыр. Автоматты алған жеріңнен өткіз, оны қайтесің деп. Сол бір студент кезде осы оқиға менің есімде болып күлкі болып қалды. Сол әлі күнге дейін группаласымызға айтып күлеміз, жаңа автоматыңды алған жерге өткіз деп. Сондықтан бір осы жастық шағымызда студент шақтардан қалған бір осы оқиға айтқан сайын осы есіме келіп түсіп, сондай бір қызықты сәт болған болатын. Барлық колледж оқытушыларына, әріптестеріңізге, осы саладағы мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы мемлекет басшысы да бұрынғы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та әрқашан айтты, үздіксіз білім алуды мұғалімдерге. Сондықтан әрқашан мұғалім, білім саласында жүрген азаматтар ізденісте болу керек. Өйткені білесіздер, жаңағыда айтып өттім, заманның талабы, заманның ағымы. Педагог өзі білімді шәкірт шығару үшін ол күнделікті тоқтамай жаңа ақпаратпен жетілдіріп отыру керек. Өйткені заманның талабы, біз өзімізді өзіміз жетілдірмесек қалып қоямыз. Сондықтан ең бірінші айтатын кеңесім ұстаздарға да, оқытушыларға да үздіксіз білім алып, өзін әрқашан жетілдіріп отыру керек. Осы бағытқа мен барлық педагогтарға осындай ұсыныс айтар едім. Сол кезде біз заманның ағымынан қалмайтын боламыз. Енді біз көбіне жұмыспен үйдің арасында көп былай уақыттарымызды келтіре алмай жатамыз. Сіз отбасыға қалай көңіл бөлесіз? Өте маңызды сұрақ деп ойлаймын. Қазіргі таңда мынау біз көп уақытымызды отбасы құндылығына ажырап кетіп жатамыз. Яғни жұмысқа көп уақытымызды бөлеміз, отбасына көп уақытта көңіл бөлінбей, қазіргі таңда мына балалардың арасында да осындай мәселе, жас ұрпақтың арасында көңіл бөлінбей, неше түрлі мысалы жас балалар қателікке ұрынып жатыр. Мысалы өте әдемі сұрақты қойдым деп ойлаймын. Енді менің айтып өттім, 3 қыз, 1 ұлым бар. Көп балалы әке екенсіз. Аллаға шүкір. Енді қолымнан келсе сол отбасыммен, бала-шағамен көңіл бөліп өткізген жақсы көремін. Өйткені 3 қыз, ең кішкентайым ұлым бар. Ол енді 4-те, қалғандар енді 11-де, 12-де, 9-да. Енді ең бірінші ата-анаға, әкеге үйден жұмысқа шаршап барған кезде сол балдарының алдыңнан жүгіріп шыққаны ең үлкен бақыт деп ойлаймын. Сондықтан сол алдымнан жұмыстан шаршап барып, алдымнан балдарым шыққан кезде бүкіл шаршаған уақытының барлығы сол жерде мен сейіліп кетеді. Қолымнан келсе енді күнде демеймін ба, күнде кешке қарай, жұма күндері, демалыс күндері отбасыммен, сол балдарыммен бірге қыдырамын. Яғни оларға көңіл бөліп, олардың қолдан келсе сол сабағына, несіне көңіл болып, солармен бірге өткізуге тырысамын. Аллаға шүкір, сол балдарымызбен, асыл кемпіріміз екеуміз, сол балдарымызды бағып жатырмыз. Сол басқа не айтайын, отбасы туралы.
Келіншегіңіз туралы сұрақтасақшы. Осы келіншегімде осы білім саласында, осы кәсіптік білім саласында, ол да оқытушы. Осы Аралдың қызы. Аралға күйеу бала болдыңыз. Аралға күйеу боламын. Сондықтан осы жақта келіншегім осы Арал қаласынан, айтып өттім, сол 4 баланың әкесімін. Егер сіздің жұмысыңыз фильм болса, ол қандай жанр болар еді? Өте қызықты сұрақ. Өздеріңіз де білесіздер ғой, енді білім саласы, оның ішінде педагогтың несі, бұл қайнап жатқан өмір. Оның ішінде қызықты сәттер де бар, әрине қиын сәттер де бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде білім саласында педагогтың енді бұлай да комедия десем де болады, және мелодрама десем де болады. Өйткені ол педагогпен жұмыс жасағаннан кейін қыздың арасында қызықты, күлкілі нәрселер де болады. Арасында бір-бірімізді түсінбей жатырып, сөзге келіп қалатын нәрсеміз болады. Сондықтан енді комедия және мелодрама десем де солай болады шығар деп ойлаймын. Бірақ енді одан кейін білім саласы өте, оның ішінде кәсіптік білім саласы өте қызықты сала болғаннан кейін, меніңше сол комедияға және оның үшін комедияға сол көп келетін сияқты деп ойлаймын. Құрметті Ұлан мырза, сізбен бүгін ашық еркін форматта сөйлестік, әңгімелестік деген ойдамын. Бүгін уақыт бөліп бізбен сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Сізге шығармашылық, творчестволық табыс тілеймін. Сізге де үлкен рахмет. Мынау шығармашылықтарыңыз әрқашан дами берсін. Білім саласында биік белестерді бағындыра беріңіздер. Подкасттарыңыз бұдан кейін көп просмотр жинап, үлкен қолдауға ие болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, егер подкаст ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы күндерде жолыққанша. Арал көпсалалы колледжі аудан жастарына сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, ел экономикасына өзіндік үлес қосуға, қабілетті, ісіне адал, білікті кадрларды дайындауда мекеме ұжымы аянбай еңбек етуде. Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану, ауыл шаруашылығын механикаландыру, электрмен қамтамасыз ету, электр жабдықтары, жеміс көкөніс шаруашылығы, есептеу техникасы және ақпараттық желілер мамандығы бойынша оқуға шақырады. Құрметті талапкер, сізді заман талабына сай кәсіптік және техникалық білім алуға Арал көпсалалы колледжіне оқуға шақырамыз.